Ассалаумағалейкум, мен Ақытжан дос. Америка, Флорида штаты, Майами қаласынан сәлем. Менің алдындағы лотерея грин картаға байланысты жазған постымнан жекеме өте көп адамдар сұрақтарын қойып, біз қалай береміз, қалай өтініш жіберсек болады, қалай анкета толтырамыз деген сұрақтар өте жиі түсті. Соған байланысты мен қазір сол анкетаны толтырған кездегі видеоны түсіріп көрсетейін деп отырмын. Сонымен лотерея грин карта 2020-23 жылғы анкетасын толтыруды бастайық. Ол үшін компьютеріңіздағы Chrome немесе Operaға кіресіз. Кейін Google-ге ашасыз. Google-ді ашып, лотерея грин карта 2020-23 деп жазасыз. Менде шықты 23. Яғни сайтын таңдаймыз. Бірінші шілтемеге басып кіреміз. Бұл яғни dvprogramstate.co. Бұл ең сенімді және нақты дұрыс жалғыз сайт. Қалғандарының барлығы жалған. Ең дұрыс сайт осы, жалғыз. Осы сайтқа кіргеніңізді мұқият тексеруіңіз қажет. Кейін бастайсыз. Бастамай тұрып, сізге айта кететін жағдай, егер фотоңызды дайындап болған кейін фото examples деп кіріп, фотоңызды тексеруге болады. Біз уже фотоны алдын ала дайындап қойғанбыз, сол себепте біз тексермейміз, уже дайын. Біздің фотомыз стандартқа сай 600-600 мегапиксель болып саналады. Яғни осындай көлемде болу керек. Артқы фондары және фотоңыз түскен кездегі сипаттама көріледі. Егер сіз фотосалонға барып түскен болсаңыз, сіздің фотоңыз сәйкес келу керек. Begin деп бастаймыз. Бірден бізге промокод сұрайды, яғни робот емес, нақты адамсың ба дегенді дәлелдеу үшін осы код сұрайды. Ағылшын тіліне қоямыз. Submit. Бізге бірінші беті, бірінші бөлігі ашылды. Енді бұнда last name бұл фамилияңыз, тегіңіз, яғни first name бұл өзіңіздің атыңыз, ал middle name деген ол Америкада көбінесе қолданылатын сіздің екінші атыңыз, лақап атыңыз немесе. Бұнда егер сіздің паспортыңызда 3 есім жазылған болса, үшіншісін осында middle name'ге жазу керексіз. Ал егер тек 2 есім ғана, тегіңіз, өз атыңыз ғана болса, яғни фамилия, имя ғана болса, онда middle name'ді толтырмайсыз. Бізге жіберген адам өзінің аты жөнін, суретін, өзінің ақпараттарын көрсетпеуге сұрады. Сол себепті ол кісінің жеке ақпараттарын айта алмаймыз. Жазғанда бас әріппен жазылған дұрыстау болады. Екінші, жынысы ер адам. Үшінші, туған жыл айы, күні, жылы. Америкада бірінші айы жазылады, екінші күні, үшінші жылы жазылады. Соны ұмытпаңыздар. Бірінші айын жазамыз. 06, күні 25. Төртінші, city where you were born. Яғни қала сіздің туылған қалаңыз. Бұған қала сіздің туған жеріңіздің қаланың атын жазамыз. Жазғанда қазіргі кезде қалай жазылады, соған байланысты жазасыз. Егер сіз оны білмейтін болсаңыз, интернетте Google-ге өзіңіздің қалаңыздың атын жазасыз, сол кезде қалай дұрыс жазылатыны шығады. Туған жері Алматы. Бесінші, country where you were born. Яғни сіздің туған мемлекетіңіз. Бұнда Қазақстан. Бұнда жазылып тұр, егер сіздің туған мемлекетіңіз мына лотерея грин картаға қатыспайтын елдердің тізімінде болса, толтырасыз деп тұр. Яғни Қазақстан лотереяға қатысуға болатын елдердің қатарында болғандықтан бұны толтырмаймыз. Жетінші,
Енді сіздің шетелге шығатын төлқұжат паспортыңыздың ақпараттарын толтырамыз. Аты жөндеріңіз паспорттағы. Тегі өз аты, middle name жоқ, паспорт нөмір. Паспорттың бітті уақыты келесі. Қайсы мемлекеттен берілгені? Қазақстан азаматы. Жеті вода, сізде егер паспорт explanation, сіз паспортыңызды қандай бір жағдаймен көрсете алмасаңыз, паспортыңыз қандай бір жағдаймен дайын емес болса толтырасыз. Қазір біздің клиентте паспорты дайын болғандықтан оны толтырмаймыз. Жүктейміз. Фотоңызды жүктеу үшін сақтаған жеріңізді біліңіз. Фото сақталды. Келесі 9-шы мейлинг адрес, яғни сіздің тұрып жатқан адресіңізді жазасыз. Егер адресіңізді білмесеңіз, Google-ге жазасыз. Қалай дұрыс жазылатынын көріп, содан толтыруға болады. Екінші С-ға біз апартамент нөмірін, үйдің дом адрес. Апартамент, қаласы Қазақстан, zip-код. Zip-код білмесеңіз, тоже интернетке жазасыз. Өз қалаңызды сол кезде барлық информацияны көруге болады. Zip-коды қандай, көшесінің адресі қалай жазылатынын. Қазақстан. Келесі 10-шы. Яғни сіздің бүгінгі тұрып жатқан қала, мемлекетіңіз. Қазақстанда. 11. Телефон нөміріңіз. Почтаңыз. 13. Ол сіздің білім дәрежеңіз. Яғни primary school only, high school no degree деп екеуін таңдасаңыз, онда сіздің өтінішіңіз қабылданбайды. Сол себепті кем дегенде 3-шісінен бастауыңыз керек. High school degree, яғни орташа мектепті бітірген. Клиент университет degree, яғни университетті бітірген, жоғарғы білімді. Егер сіз университет немесе колледж немесе қандай да бір курстарды бітірген болсаңыз, some university course таңдайсыз. 14-те сіздің отбасылық жағдайыңыз. Біріншісі unmarried, яғни сіз үйленбегенсіз. Екіншісі үйленген, бірақ сіздің отбасылық мүшеңіз Американың заңды және тұрақты тұрғыны емес. Үшіншісі, сіз үйленгенсіз, бірақ сіздің отбасылық күйеуіңіз немесе әйеліңіздің біреуі Американың азаматы. Үшіншісі ажырасқан. Біздің клиент екіншісін таңдаймыз. Үйленген және отбасы мүшесі Американың азаматы емес. Олардың 21 жасқа толмаған балаларының саны әзірге 1 болды. Осымен бірінші парағы аяқталды. Барлығын тексер. Кейін continue басамыз. Continue басқан кезде осылай шығады. Бұл дегеніміз, бұл қазір бұл сайтта өте үлкен нагрузка, яғни көп адам қолданып жатқандықтан жүктелу өте қиын болады, осылай шыға береді. Бірақ сіздің толтырған ақпараттарыңыз өшіп кетпейді, сақталып тұрады. Сіз тек жалғастыруды баса бересіз. Осылай жалғастыра бересіз. Бұған шыдамдылық, төзімділік керек. Жалғастырып отырасыз. Бір кезде өзі система екінші бетке сізді өткізеді. Бұл уақыт яғни жақындаған сайын бұл сайтқа кіру мүмкіндігі өте қиын болады. Сол себепті ертелік толтырған өте абзал. Осылай жалғастырып отырамыз. Мүмкін бұл 10 минут, мүмкін 30 минут, кейбір жағдайда болады 1 сағатқа дейін осылай
толтырып отырамыз. Бізді екінші бетке көшірді. 15 минуттың ішінде. Әрі қарай жалғастырып бастаймыз. 14-ші пункт. Отбасы мүшеңіздің аты, әйелінің тегі. 14-те birth date, яғни туған айы, күні, жылы. Туған айы. Келесі жынысы әйел адам. Туған жері мемлекеті. Әйелінің фотосы керек. Келесі 15-ші баласы. Баласының аты жөні. Айы 12 адам. Туған қаласы. Туған мемлекеті 15 GG. Туған мемлекеті Қазақстан. 15H баланың фотосы. Келесі continue басамыз. Мұнда сізге анкета өзі бірінші бетінен бастап барлығы шығады. Қателіктер жоқ болса, submit деп басамыз. Submit деп басқаннан кейін уже біз кейінге қайталмаймыз. Ол уже кетті деп білдіріледі. Submitті басасыз, тағы да осылай шығады. Бұдан бұл ешқандай қорқыныштығы жоқ. Ойламаңыз, менің анкетамды қабылдамайды, маған жіберуге болмайды, деген сияқты тағы басқасын. Бұның ешқандай қорқынышы жоқ. Тағы да айтамын, ең бастысы шыдамдылықпен, төзіммен жалғастыра беруіңіз қажет. Стрелканы басасыз, продолжить. Сол кезде өзі бірнеше уақыттан кейін қабылдайды. Соңында submit болғаннан кейін сізге осындай парақша шығады. Яғни сіздің өтінішіңіз жіберілді. 7 майда результатын көресіз деп. Confirmation number, аты жөніңіз барлығымен осылай шығады. Бұны сіз сақтап қоясыз. Біріншіден фотоға түсіріп алып, өзіңіздің жақын адамыңызға жібересіз. Екіншіден шығарып алып принтермен сақтап қоясыз. Кейін Алла қаласа майда результатын осы бойынша көресіз. Осымен біз лотерея Green Card 2020-23 анкетасын толтырып біттік. Барлығымызға Green Card тартуға Алла нәсіп етсін. Сонымен қатар сіздің қандай бір жағдаймен анкета толтыруға мүмкіндігіңіз болмаса, немесе уақытыңыз шықпаса, бізге хабарлассаңыз болады. Біз анкета толтырып береміз. Болғаннан кейін барлық ақпараттарды өзіңізге, жекеңізге жібереміз. Қандай бір сұрақтарыңыз болса, астына комментарийға жазыңыздар. Барлығына жауап беруге тырысамыз.